Сәлеметсіздер, сіздермен бірге Мәке Коларнасы. Бүгінгі видеода мен қасында екі қарындасым Сымбат және Дина. Бүгінгі видеода біз ыстық, кәдімгі суық челлендж түсіретін боламыз. Ең бірінші ингредиентіміз ол банан, ыстық, кәдімгі суық банан. Енді біз оны кәдімгі жей салмаймыз ғой. Оны жеребе тартамыз. Дайындалыңдар. Сөт, 1, 2. Қазір көреміз. Ыстық түспесе олар еді, анан жегінге атқан жоқ. Менде кәдімгі. Менде суық. Сымбат ыстық. Біз жейтін боламыз. Жей алмаған адамға наказание бір шерту. Мен гарантия беремін, то что Енше Сымбат өзінің ыстық бананын тауысқан жоқ. Енді біз оған бір шертуден береміз. Дина ұр, Дина. Шерту. Енді келесі кезеңге кеттік. Біздің екінші ингредиентіміз ол чипсы, ыстық, су, кәдімгі чипсы. Қазір жеребе тартатын боламыз. 1, 2, дайынсыңдар ма? 1, 2, 3. Енді бұл жерде жеребе деген бағана көрген жоқпын қандай екен. Суық. Оп, оны ыстық түсті маған. Ыстық, суық, кәдімгі. Алынша жейтін боламыз. Егер де сіздер өткен видеоны көрмеген болсаңыздар, қазір примерно наверное подсказка шығар. Соны басып көріп кетіңіздер. Достар, енді біз осы кезінде чипсыйдың бәрін жеп тауыстық үшеумізде, ол моменті камераға түспей қалыпты. Енді біздің үшінші ингредиентіміз ол кола. Кола ыстық, кәдімгі суық кола. Енді біз қазір тағы жеребе тартамыз. Дайынсыңдар ма? 1, 2, 3. Көрейік. Суық түсті маған. Ыстық маған. Кәдімгі. Сенікі өзіңкі суық. Енді біз жетін боламыз. Неге ыстық дегенде қайнап тұрған жоқ, ыстықтау. Бір түрі дәмі кетіп қалған сияқты, қайнағаннан кейін газ кетіп қалған ба, дәм бір түрлі тұр. Енді шетін Мен ұспаған таусын. Менде таусын. Біздің каналға подписаться етіңіздер. Осы каналда енді өте қызықты контенттер шығып тұратын болады. Видеомыз аяқталды. Осындай қызықты видео шықты. Ендеше сау болыңыздар.